Еліміздегі әуежайлар маңында орналасқан нысандар сүріледі. Бұл ұшақтардың қауіпсіз ұшып қону үшін жасалып отырған шара дейді көлік министрлігінің өкілдері. Министрлік бас көлік прокуратурасының және жергілікті атқарушы билік өкілдері, сондай-ақ әуежайлардың басшыларымен осы мәселені талқылап, өңірлік әкімдіктерге әуежай маңындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуді, аэродромға жақын учаскелердегі құрылысты бақылауға алуды тапсырды. Ресми мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанда 20-дан астам әуежай жұмыс істеп тұр. Оның басым бөлігінде санитарлық аймақ сақталмаған. Мамандардың айтуынша, әуе апаттарының 40% ұшақ көкке көтерілер шақта немесе қонарда болады. Сондықтан әуе айлағының маңында орта есеппен 3-4 шақырым ашық алаң болуы керек. Еске салайық, осындай олқылықтың салдарынан 2019 жылы Алматы маңында Бек Эйр ұшағы апатқа ұшыраған еді. Ең күрделі мәселе сол Алматы мен Шымкент болып тұр. Енді өзіңіз алдында қарасаңыз, Шымкентте бір бағытты жабуға тура келді. Себебі ана үйлер сәл ұшып қону жолағының дәл маңында тұрды. Бұл жерде кедергіден бұрын тағы санитарлық аймақ бар ғой. Себебі өзіңіз ойлап қараңызшы, егер адам сол күнде түнімен самолет үстінен ұша беретін болса, ертең қандай ауруға шалдығады, ол енді соның бәрін зерттеу керек.